Дайынсыңдар ма? Бірінші сұрақ. Бірінші майда қар жауы мүмкін ба? Қалай? Жасанды ма? Қар тауда жауы. Жоқ, жасанды емес, оригинальный, натуральный. Жоқ, қазір өзіміздің Шымкентте. Осы біздің Шымкентте. Жауабы иә, және ол қалай? Бірінші майда қар жауы мүмкін ба? Тыңдасаңдаршы? Осы біздің Шымкентте, дәл осы Қонаевтың алдында дейінші. Бірінші майда қар жауы мүмкін ба? Бірінші мамыр дейінші. Май. Ай емес ол. Ал, енді подсказка кетті біріншісі. Бірінші май. Бірінші май. Жауап. Май. Жауы мүмкін дедіңіз ба? Жиын май ма кәдімгі? Бірінші майда қар жауы мүмкін ба? Мынаны жауап не істеңдер? Бірінші майда деген майда зат емес па сонда? Бірінші майда қар жауы мүмкін. Дұрыс, молодец, Нұрзат. Екінші сұрақ. Молодец, Нұрзат, жарайсың. Айтып тұрмын ғой, бірінші майда қар жауы мүмкін ба деген сияқты. Ал, екінші сұрақ. Майда қар жауады ғой. Ал, екінші сұрақ. Аспан мен жердің ортасында не бар? Е немесе мен. Ортасы. Үшінші сұрақ. Ағаштың басындағы қарғаны шошытып алмай, сол бұтағын қалай кесіп алуға болады? Қасына тұрған бұтақ кесіп. Жоқ, именно сол тұрған. Шошытып алмай. Ағаштың басындағы қарғаны шошытып алмай, бұтағын, дәл сол бұтақты қалай кесіп алуға болады? Жоқ, любой бұтақты кесе берсін. қарғады дым сезілмей атып өлтіру керек.